Сәлем құрметті көрермен. Бұл Көкше спорт. Оның жүргізушісі мен Ұлан Батырханұлы. Токио 2020 ойындарына кезекті шолуымызды бастаймыз. Алдыңғы шығарылымның соңында Зүлфия Чиншанло Қазақстан құрамасына тағы бір жүлде еншілегенін айттық. Алайда қазақстандықтар әділ қазылар алқасы әділ баға бермегенін айтты. Бұған қатысты ауыр атлетші Илья Ильин де өз пікірін білдірді. Здесь у нас толчок. Зули не засчитали 3 подхода. Я из них считаю, что рывковый подход третий был 2 белых, 1 красный. Короче, Зулю жестко зажимают. Непонятно от чего, из-за того, что она с Казахстана или из-за того, что она такой тяжелый путь прошла и вернулась на Олимпийский помост. Алғашқы шығарылымда телетрансляция мәселесін айттық. Одан кейін де көптеген қолайсыздықтар туындады. Мәселен, арналарымыз Зүлфия Чиншанло өнерінің бастапқы минуттарын көрсетпеді. Бұған халықпен қоса Илья Ильин де өз наразылығын білдірді. Ну вот, смотрите, прямая трансляция. Здесь рывок, толчок рывок заканчивается. Вот прямая трансляция. Вот здесь Казахстан. Прямой эфир я веду. Что я сказал плохо? Там песни были, танцевали, пляски были. Я сказал, песни, пляски, Олимпиада идет. Зуля заняла 3-е место. Хотя, может быть, она могла бы выиграть, если бы мы всей страной болели бы за нее. Сондай-ақ трансляция қалпына келгеннен кейін қазақстандық көрермендер трансляцияның тікелей эфирде жүріп жатпағанын анықтаған. Яғни шетелдік сайттармен салыстыра келе эфирдің кешеуілдеп жатқанын алға тартты. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева енді бұндай келеңсіздіктер болмайды деді. Жақсы, күтейік. Дзюдодан қола жүлдеге ие болған Елдос Сметовті Қазақстан халқы ыстық ықыласпен күтіп алды. Сондай-ақ астына темір тұлпар Мерседес мінгізді. Игорь Сон мен Зүлфия Чиншанло да көліктен кенде емес. Оларға федерация атынан Камри 70 автокөлігі берілді. Шығарылымның сіздер күткен ең қызықты сәтіне де келіп жеттік. Токио 2020 Олимпиада ойындарының 3 күндігінің нәтижесін ұсынамыз. 1-16 финалдық кездесуде қазақстандық боксшы Закир Сафиуллин перулік қарсыласынан басым түсіп, Олимпиада ойындарының 1-8 финалына шықты. Ол келесі кездесуде жапондық Дайсуки Наримацумен қолғап түйістіреді. Боксшы Сәкен Бибосынов 52 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетіп, Пуэрто-Рико елінің өкілі Янкиел Риверамен кездесіп, 4-1 есебімен жеңіске жетті. Айта кетейік, отандасымыз 1-8 финалда француз Билал Беннамамен жұдырықтасады. 2019 жылы қос спортшы Екатеринбургтегі әлем чемпионатында дәл осы салмақта қола жүлдеге ие болған. Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина ширек финалда Испания елінің өкілі Гарбини Мугурусаны 2 сетте 7-5, 6-1 есебімен ұтты. Алайда жартылай финалда Швейцария теннисшісі Белинда Бенчичтен жеңіліп қалды. Кеше боксшымыз Әбілхан Аманқұл 75 келіге дейінгі салмақта өзбек боксшысы Фанат Кахрамоновпен жұдырықтасып, 2-ші раундта нокдаунға жіберіп, жеңіске жетті. Ол ширек финалда Бразилия боксшысы Эберт Консейсанмен кездеседі. Әбілханды Олимпиада ойындарындағы кезекті жеңісімен және туған күнімен құттықтаймыз. Айта кетейік, 29 шілде Әбілхан Аманқұл 24 жасқа толды. Қазақстанның бокстан құрама капитаны Қамшыбек Қоңқабаев 1-8 финалда мысырлық Эсри Мостафа Резкті ұтты. 1-4 финалда отандасымыз көршілес Ресей боксшысы Иван Верясовпен кездеседі. Садақшымыз Ильфат Абдулин 1-16 финалда нидерландық Стив Вейлерді 6-4 есебімен жеңді. Осылайша ол 1-8 финалда Қытай елінің спортшысы Ли Цзялунмен сайысқа түседі. Енді Токио 2020 Олимпиадасының ең қызықты сәттеріне, фактілеріне кезек берейік. Бізбен бірге тамашалаңыздар. Токиода өтіп жатқан Олимпиада ойындарының ең жас қатысушысы Хенд Заза. Ол Сирия елінің азаматы, жасы 12-де, үстел теннисінен өнер көрсетті. Ол Олимпиаданың ашылу салтанатында Сирияның байрағын ұстап шығу мәртебесіне де ие болды. Заза алғашқы айналымда жеңіліп қалса да, оған көрермендер ыстық ықылас танытты. Дзюдошы ағасы мен қарындасы Хифиму Абе мен Ута Абе күншығыс елінің абыройын асқақтатты. Хифумиге 66 келде, ал Утаға 52 келде қарсы тұрар қарсылас болмады. Осылайша 25 күні бір үйден 2 чемпион шықты. Бұл бұрын соңды болмаған тарихи оқиға. Қазақстан құрамасы 3 қола медальмен әзірге 55 орынға жайғасты. 1-ші орында Қытай, 2-ші орында жарыс қожайындары Жапония, ал 3-ші орынға Америка құрама штаттары жайғасты. Осымен Олимпиада ойындарына кезекті шолуымыз өз мәресіне жетті.
Шығарылымдар жалғасын тапсын десеңіз, қолдау білдіріп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі кездескенше. Көкше спортпен бірге болыңыз.